Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып алгебрасының 28-ші сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы вариациялық қатар. Жалпы ғылымда, практикада қорытындылар мен жалпылама деректер негізделгенде ғана құнды болатынын білесіздер. Кез келген зерттеу деректері бақылауларды жинақтаудан басталатынын жақсы білесіздер. Ол деректерді өңдеу және жүйелеуде статистикалық ұғымдар көмек береді. Атап айтқанда, бас жиынтық, кездейсоқ таңдау, вариациялық қатар, варианта деген сияқты ұғымдарды қолданатын боламыз. Ал енді солардың ішінде бас жиынтыққа тоқталатын болсақ, мынандай бір анықтаманы айтуымызға болады. Зерттеуді қажет ететін жалпы сипаттамасы бар барлық объектілер мен құбылыстардың жиынтығын бас жиынтық деп атайды. Бас жиынтық зерттеудің алдына қойылатын мақсаттарға тәуелді. Мысалы, 7-ші сынып оқушыларының бойының ұзындығын зерттегенде, бас жиынтық осы жастағы барлық балалардың бойының ұзындықтарының көрсеткіші болады. Немесе, күз айларындағы ауа температурасын бақылағанда, бас жиынтық ретінде күз айларындағы ауа температурасының көрсеткіштері алынады. Ал енді кездейсоқ таңдамаға тоқталып кетейік. Онда мынандай бір анықтама келтіреміз. Егер бас жиынтықтан кейбір элементтерді немесе объектілерді кез келген ретпен таңдап алынса, онда шыққан жиынтық кездейсоқ таңдама деп аталынады. Мысал үшін, 13 жастағы балалардың бойының ұзындығын зерттегенде, кездейсоқ таңдама өздерінің оқитын мектебіндегі 13 жастағы балалар болады. Мысалы, біз жалпы мынандай бір 13 жастағы балалардың бойының ұзындығын зерттеп жатырмыз, және де мына жерде бір 4 бала сіздердің мектептеріңізде оқиды. Егер біз осы 4 баланы таңдап алатын болсақ, бұл кездейсоқ таңдама деп аталады. Сонда біз жалпы бас жиынтықтан бір қандай да бір объектілерді таңдап алдық, сол кезде таңдап алынған объектілер кездейсоқ таңдама деп аталынады. Объектілер жиынтығының өспеуі немесе кемімеуі бойынша реттелуін вариациялық қатар дейміз. Оған мынандай бір мысал қарастырып көрейік. Мысалы, сіздердің сыныптарыңызда 20 оқушы бір күнде мынандай бір бағаларды алды. Яғни, бір оқушы 4 алса, екінші оқушы 3, 4, 5, 2, 5, 4 деген сияқты алған бағаларын біз мынандай қатарға жаздық. Енді сұрақ, бұл вариациялық қатар бола ма? Жоқ, өйткені бұл жерде ешқандай да ретпен орналаспаған. Сол себепті сіздердің сыныптарыңыздағы 20 оқушының алған бағаларын вариациялық қатар ретінде жазу үшін оларды рет-ретімен жіктеп жазамыз. Мінекей. Яғни 2 алған 2 оқушы бар, бірінші солардың бағаларын жазып аламыз. Мына жерде көріп отырса 1-2, және де мына жерде тағы да 1-2 бар. Бірінші 2-лерді жазып алдық. Одан соң 3 алған оқушылардың бағаларын жазып алдық. Одан соң 4 алған оқушылар, тағы да 5 алған оқушыларды рет-ретімен жазып шықтық. Біз осындай қатарды вариациялық қатар дейміз. Яғни сіздерде сары түспен көрсетілген қатар енді вариациялық қатарға мысал бола алады. Ал жоғарыдағы қатар бізде вариациялық қатар емес. Вариациялық қатардың көмегімен қатардың ең үлкен және ең кіші мәндерін, басқа мәндерге қарағанда жиі қайталанатын мәндерді және тағы басқа мәліметтерді бірден көруге болады. Яғни көріп отырсыздар, бізде қатардың ең кіші мәні 2, ең үлкен мәні 5-ке тең екен. Вариациялық қатарда оны көру ыңғайлы болады. Және де қай мән жиі қайталанады, немесе сирек кездеседі. Мысалы үшін мына жерде 4 деген баға жиі қайталанып отыр, ал 2 сирек кездесіп отыр. Бірінші вариациялық емес қатарды қарайтын болсаңыздар, оның ең кіші және ең үлкен мәндерін тауып алу қиындық тудырады, және қай мән көп қайталанатынын белгілеп алу қиын. Ал вариациялық қатарда біз көп қайталанатын мәндерді көре аламыз, және де ең кіші, ең үлкен мәндерін. Ал енді осы вариациялық қатардың әрбір мүшесі варианта деп аталады. Яғни мұндағы әрбір мүшеміз бізде вариантаны құрайды.